Әне кім шығады? Апай, мен шығайын. Әне шыға ғой. Қарағынды ала келді. Ал, сен не бейнеледің? Мен өзімнің шашылып жатқан бөлмемді бейнеледім. Себебі менің бөлмемде жұмыс істейтін үстелімде дәл осылай шашылып жатады. Жарайсың. Сен өзінің кемшілігінді енді білесің. Және де онымен қалай күресу керек екенін ойлап тұр. Отыра ғой бар орнына. Так, енді кім айтады? Кәне. Иә. Мынау не? Қара түнектің басталуы ма? Әлде сені біреу ренжітті ме? Өмірін осындай қара түнек пе? Бұл қалай болғаны айтшы? Бұны алдын алу керек, иә.